Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін піскен еттен самса жасаймыз. Ұнымызға тұзымызды, суымызды құйып елейміз. Міне менің өнім дайын, бұқты, тұрды. Енді екіге бөліп жаямыз. Екі жайма шығу керек. Міне бірінші жаймамыз дайын. Мынау екінші жаймамыз. Енді осы жаймаға ертілген сармайымызды құямыз, жағып шығамыз. Мінекеңіз, енді үстіне екінші жайманы салып, қайтадан сармайымызды құйып, жағып шығамыз да ораймыз. Орама нан сияқты ораймыз. Бізде орамық дейді. Солай ораймыз. Міне осылай тығыздау қып ораймыз. Дайындап көріңіздер, өте дәмді шықты. Бізге ұнады қатты. Балаларға да қатты ұнады. Міне енді тығыз болсын деп осылай екі жақ шетінен бұрап 20-30 минутқа морозилькеге салып қоямыз. Бұл жерде мен піскен етті блендермен ұнтақтап алдым. Картошка, пияз қостым. Мінекеңіздер. Енді салмамызды дайындаймыз. Піскен етім. Еттің дәмі кішкене өзгерсін деп қара бұрыш қостым, пияз қостым, чеснок қостым, картошка қостым. Сонда дәмді болады екен. Мінекеңіз. Енді жақсылап араластырамыз. Тұзын, бұрышын қосып. Бұрышты молдау салдым. Өтте дәмді қытырлақ самса шығады. Дайындап көріңіздер. Мен аяқ жағында самсаны қытырлағы естілсін деп озвучкасыз шығардым. Көріңіздер. Міне біздің қамырымыз дайын. Осы қамырды кесіп аламыз. Мінекей дөңгелектеп кесіп аламыз да үстінен басып, жайма қып жаямыз. Дөңгелек қып. Сосын ішіне салмасын салып, үшбұрышты самсамызды түйеміз. Мінекеңіздер. Мінекеңіздер, осылай түйеміз. Ешқандай қиындығы жоқ. Тағы біреуін көрсетейін. Міне ұнымызды үстінен басып, осылай жазамыз. Сонда қатпарлар көрініп тұрады, не? Салмамызды салып, үшбұрыш қып түйеміз. Мінекеңіз, самсаларымыз дайын. Енді осының бетіне жұмыртқаның сарысымен бір ас қасық сүтті қосып жағып шығамыз. Маған тіркеліп лайк басыңыздар. Ары қарай озвучкасыз кетеді. Сондықтан самсаның қытырлаған дауысын тыңдаңыздар, көріңіздер. Дәмді болды. Келесі кездескенше.